Таңғы ас ағзаны энергиямен қамтамасыз ететін маңызды тағам. Дұрыс таңғы асты таңдау адам денсаулығына оң әсер етеді. Осы ретте күнделікті тұтынуға болатын ең пайдалы тағам түрлері мен таңғы асқа қатысты пайдалы кеңестерді ұсынамыз. Сұлы жармасы жеңіл қорытылады әрі жүректің жұмысын жақсартады. Сұлы қандағы холестеринді төмендетуге көмектесетін микроэлементтерге бай. Жарманы балмен, жидектермен немесе жаңғақтармен дайындаса, ол дәмді әрі сіңімді болады. Сүзбе қосылған қара құмық. Ақуыз бен минералдың тамаша көзі. Бұлшық етіңізді нығайтады және таңертең сергектік сезімін ұзақ сақтауға көмектесетін ақуыз көзі. Әсіресе сүйекке қажет кальций сияқты маңызды минералдармен қамтамасыз етеді. Тәтті дәм беру үшін жаңа піскен жемістерді немесе балды қосуға болады. Көкөніс қосылған жұмыртқа. Көкөніс қосылған жұмыртқа ақуыз, антиоксиданттар мен дәрумендер алудың тамаша тәсілі. Шпинат, қызанақ немесе саңырауқұлақ сияқты көкөністер жұмыртқаға дәм мен тағамдық құндылық береді. Сондай-ақ жұмыртқада мидың жұмысына оң әсер ететін холин бар. Таңғы асқа қатысты пайдалы кеңестер. Таңғы асты өткізіп алмаңыз. Таңғы ас ең маңызды тағам және ол түнгі ұйқыдан кейін ашыққан денені энергиямен қамтамасыз етеді. Таңғы ас ішпей уақытты үнемдеуге тырысу әл-ауқат пен энергияның жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін. Ақуызды тұтыныңыз. Ақуызға бай тағамдар, мысалы жұмыртқа, сүзбе, қарақұмық, сізді энергияға толы сезінуге және бұлшық еттеріңізді қолдауға көмектеседі. Көкөністер мен жемістерді қосыңыз. Көкөністер мен жемістер дәрумендерге, минералдарға және антиоксиданттарға бай. Олар таңғы асқа керемет қосымша бола алады. Қант қосылған тағамдардан аулақ болыңыз. Тым көп қант пен майдан тұратын таңғы астан аулақ болуға тырысыңыз. Олар қандағы қанттың тез көтерілуіне және төмендеуіне әкелуі мүмкін. Денені ылғалдандыру маңызды. Күнді 1 стакан судан бастаңыз. Сонымен қатар күні бойы газдалмаған су ішіңіз. Дұрыс мөлшер. Артық тамақтанбауға тырысыңыз. Мөлшерді бақылаңыз. Таңғы асты уақытылы ішу керек, бірақ шамадан тыс емес. Жақсы таңғы ас мөлшермен болуы керек және көмірсулар, ақуыздар, минералдар мен пайдалы майларды қамтуы керек екенін есте ұстаған жөн. Судың жеткілікті болуының маңыздылығын есте сақтаңыз. Әр түрлі тағамдарды жеуге бейімделіңіз және артық тамақтанбау үшін мөлшерді қадағалаңыз. Сізге көбірек ұнайтынын және ағзаңызға барынша пайда келетінін табу үшін таңғы астың әр түрлі нұсқаларымен тәжірибе жасаңыз. Ботқа ішек пен асқазанның жұмысын жақсартуға көмектеседі. Сондай-ақ жаңа сығылған шырындарды ішуге болады. Алайда сарапшылар асқазан ішек жолдарының тітіркенуін болдырмау үшін аш қарынға цитрусты теріс пайдаланбаған дұрыс екенін ескертеді. Сусындар ретінде диетологтар судан басқа табиғи кофе немесе қайнатылған шай ұсынады. Таңғы асқа кофе. Мамандар таңғы асқа кофе ішудің теріс әсері бар екенін айтады. Кофе құрамында әр түрлі тәтті қоспалар болғандықтан ол тоқтық сезімін сыйлайды. Бірақ ағзаны қажетті дәрумендер мен минералдармен қамтамасыз етпейді. Диетологтардың айтуынша, таңғы асқа ішуге арналған тағамның ең жақсы нұсқалары ботқа мен дәнді нан. Таңғы ас құрамында жеткілікті ақуыз, сондай-ақ энергия үшін көмірсулар болуы керек.